Сәлем достар, бүгін біз осындай өте пайдалы сорпа, тауық еті қосылған тоқаш және 1 минутта дайын болатын өрік шырынын дайындадық. Қалай дайындалатынын көргіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Бүгін оразаның 4-ші күніне бізде сорпа, сүйекті ет аламыз. Сүйекті сіңірі бар кішігірім етті алып, татымынша тұз салынған суға қайнатамыз. Бір кішігірім пияз салып жібереміз және кіші лавыр жапырағын салып қайнатамыз. Ет қайнаймын дегенше толтырмай 1 шай қасық ашытқа аламыз. 1 шай қасық толтырып қант керек болады. Менде ұсақ қант жоқ, сондықтан осындай 2 рафинатты алдым кішігірім. Және оған 1 ожау жылы сүт құйып, ашытқымызды дайындаймыз. Араластырып қалдырамыз 5-10 минутқа. Ашытқымыз көтеріліп жатқанда біз 500 грамм ұн аламыз. 500 грамм ұнды кімде өлшегіш таразысы жоқ, ол кісілер осылай үйіп 16-17 қасық салса, сол 500-520 грамм ұн болады. Осылай 16-17 қасықты салып шығамыз. Қазанымыз қайнаған кезде сорпамыз бетінің көбігін жиі тазалап алып аламыз. Және осылай орташа отта 2,5-3 сағат бойы қайнатамыз. Қазанымыздың көбігін алып, ұндарымызды, жұмыртқаны барлығын дайындап алғанша, ашытқымыз жібіп қалады. Ол ақырындап көтеріле бастайды, мінекей. Сол кезде араластырып жібереміз де, оны қалған сүтпен араластырамыз. Бұл жерде барлығын қосқанда 300-320 грамм сүт болады. 30-50 грамм сары майды ертіп аламыз, араластырамыз. Бұдан бөлек 2 жұмыртқа керек бізге. Біреуінің сарысын қосамыз және біреуінің сарыуызын алып қаламыз да, қалған ақуызын қосамыз. Бұл бізге бетін сәндеуге керек болады. 1 шай қасық көлемінде тұз қосамыз. Барлығын араластырып, дайындап қойған ұнымызға қосып, қамыр илеп аламыз. Уайымдамай барлық ұнға қосып жібере беруге болады. Қамырымызды 3 минутта илеп боламыз және жарты ас қасық сұйық майды алып, өсімдік майына сыртына жағып қоямыз. Осылай бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз, көтеріледі. 1 сағат қайнағаннан кейін тәтті бұрышты осылай саламыз. Және бұған дейінгі салған пиязымызды алып тастаймыз. 2-3 түс сарымсақ және 1 орташа сәбізді ірірек етіп турап салып қайната береміз. Ақырын отта қайнатуды жалғастырамыз. Ол аралықта тауық етін блендерден немесе ет тартқыштан шығарып алып, көлемі 1-1 етіп, пиязды ұсақтап турап араластырамыз. Фаршымызға 1 шай қасыққа жуық тұз, толтырмай және жарты шай қасық қара бұрыш араластырамыз. Салмамызды дайындап болғаннан соң қамырымызға келеміз. Қамырымыз аздап көтерілгеннен кейін ұзыншалап жасап, шамамен бірдей көлемде 16, 18 немесе 14 бөлікке бөліп шығамыз. Бөлінген қамырлардан дөңгелектеп шар жасап шығамыз барлығынан.
қамырдан шарлар жасап болдық, және олардың дайын болғандарының барлығын осылай пленкамен бетін жауып қоямыз, және әрбірін оқтаумен жайып, ортасына салмамызды салып, үшбұрыштап немесе қалаған формаңызда бүгесіз. Осылай барлығын бүгіп шығамыз. Бүгілген тоқаштарымызды бетін жауып осылай қойып қоямыз. 10-15 минут, 20 минутқа дейін қоюға болады, және бұған дейін алып қалған жұмыртқаның сарыуызына 2 ас қасықтай сүт қосып араластырамыз, және бетіне жағып шығамыз. Бұл аралық тоқашымыз піскенше біз шырын дайындап қоямыз. Бізге мынандай кепкен өрік қажет, 10 қажет, және 1,5 литр суға немесе 1,8 литр суға саласыздар. 10 өрік кепкен. Қалауларыңызша қант немесе бал қосуға болады, және дағыны шайқаймыз блендерда. Шырынымыз дайын. Біздің тоқаштарымыз дайын тұр. Енді сорпамыздың ең соңғы бөліміне келеміз. Сорпамыздағы бұған дейін салған тәтті бұрышты алып тастаймыз. Және жарты қызанақты жұқалау етіп турап, 3-4 бас картошканы саламыз. Және етті шығарып алып, ұсақтап тураймыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын. Пешті өшіріп қойдым. Қалауымызша ас көк сеуіп, ыдысымызға құйып аламыз. Сонымен біздің тоқашымыз дайын, табиғи шырынымыз дайын. 2 минутта дайын болатын, тіпті 1,5 минутта болуы мүмкін. Өте пайдалы, нәрлі сорпа. Құрамында кальций десеңіз кальций, магний десеңіз магний бар. Себебі біз сүйектегі бар маңызды қайнатып алдық, және көкөністер қосып, оны тағыда құнарландыра түстік. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаның соңына дейін қиналмай тұтып шығуларыңызға тілектеспіз. Рахмет.